Сіздерге кеше уәде еткенімдей, осы сары домалақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен молырақ майымызды құйып, табамызды қыздырып қоямыз. Ыдысқа творогты, разрыхительді, жұмыртқаны және де қантымызды саламыз. Барлығы бір қалыпқа енгенше осылай араластырып аламыз. Ұнды аз-аздан салып отырып, тағы да араластырып аламыз. Сары қолғабымызды киіп, осылай қамыр илейміз. Дайын болған қамырдан домалақ етіп, құрт жасаймыз. Орташа отта қызып тұрған майымызға салып, жақсылап қуырып аламыз. Негізі бұл домалақтардың аты пончик деп аталады екен. Айналып өз-өзін пісіреді дейді. Бірақ менің пончиктерім айналған жоқ. Сосын вилканың көмегімен осылай айналдырдым. Әйтеуір сарғайып қызарып пісті ғой деп, салфеткаларымның үстіне осылай қойып қойдым. Бұл жерде бірінші жасағанымды бәріміз жеп қойдық. Мынау екінші жасап жатырғаным, ал үшіншісі мына жақта тұр. Дәмін көріп едім, өте керемет екен. Біз осыны бір шайдың үстінде тауысып қойдық. Сіз де жасап отбасыңызды қуантыңыз. Ал бүгін қамыр ашытып, екі түрлі пирожкилер пісірдім. Біреуі картоппен, екіншісі капустамен. Біреуін қуырып, екіншісін духовкада пісірдім. Пирожкилердің рецептісі керек болса, жаза кетіңіз.